Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастайық. Қазақстан тарихы. Экранға назар аударыңыздар. Біздің сабағымыздың тақырыбы балалар, қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері. Сабағымызға сай оқу мақсаттарымызға назар аударыңыздар. Біріншісі, қазақтардың ру тайпалық құрылымның ерекшеліктерін ауызша тарихнама негізінде түсіндіріп өту. Екіншісі, қазақ көшпелі өркениетінің ерекшеліктерін ескере отырып, туыстық принциптердің және рулық құрылымның функционалдық маңызын түсіндіру. Балалар, бұл біздің екінші сабағымыз, бірінші сабақта біз толық меңгерген болатынбыз. Енді бұл сабақта қорыту сабағы ретінде өтейік. Яғни бізде сабағымыздың мақсаттары шежіре, генеалогиялық аңыздар, атажұрт, жүздер, терминдерін білесіздер, сипаттама бере аласыздар. Одан кейін қазақ көшпелі өркениетінің ерекшеліктерін анықтайсыздар, рулық құрылымның функционалдық маңызын түсіндіресіздер. Сонымен қатар балалар, 300-дің шығу тарихын білесіздер, құрамындағы руларға талдау жасайсыздар. Балалар, сабағымызға енбес бұрын кішкене психологиялық жаттығу жасайық, яғни қазір таңда пандемиялық жағдайға байланысты барлығымыз қашықтықтан оқуға тура келіп отыр. Сол себепті сыныпта отырғандай сезіну үшін экранға назар аударайық. Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңізді сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Енді 1 минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын балалар, керемет сезімге бөленген боларсыздар. Толық сабақты бастауға толық мүмкіншілігіміз бар енді. Енді балалар, қазіргі таңда біз мынау сабақта термин сөздер бізде кездеседі. Шежіре, генеалогиялық аңыздар, рулық құрылым, көшпелі өркениет деген термин сөздермен жұмыс жасаймыз. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын кішкене өткен сабағымызды еске түсіру үшін сұрақтар қойылсын, талқылауға арналған. Сонымен балалар, шежіре дегеніміз не? Кім айтады? Біз бірінші сабақта айтып өткенбіз. Шежіре, Кәнкей? Балназым айта ғой, даусыңды шығара ғой. Балназым, даусың шықпай тұр, Кәнкей? Шежіре араб тілінен шаджарат деген сөзден шыққан, яғни бұтақ, тармақ деген мағынаны береді. Ежелгі ру тайпалардың белгілі бір халықтың тарихын, шығу тегін бізге, яғни ұрпақтан ұрпаққа жеткізу генеалогиялық кестенің тарихи жылнама бойынша жеткізілуі. Өте жақсы Балназым. Ал енді қазақ хандығы дәуірінде қазақ қоғамының әлеуметтік сатысын кім атайды екен, балалар? Кәнкей, кім айтайды? Қазақ хандығы дәуірінде қазақ қоғамының әлеуметтік сатысы. Балалар, тездетейік, уақытымыз өте аз. Аружан? Әлеуметтік сатысын айтып кетіңізші. Ең алғашқы хандар, сұлтандар, билер, қожалар және де құрамалар мен тархандар, сонымен қатар құлдар жатады. Өте жақсы балалар. Ал енді сабағымызға кіріспей тұрып, кішкене ой шақыру мақсатында бір видеоролик көрейік. Нағыз осы ру туралы, шежіре, генеалогиялық түп негіз барлығы осы видеода көрсетілген екен. Кәнкей, назар аударамыз балалар. Бабалар бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным,
Жақсы балалар, яғни видеороликтан біраз мәлімет алған боларсыздар. Енді сабағымызға көшейік, балалар. Ал енді жалпы сабағымызды мынау топқа бөліп бастайық, топтық жұмыс жүргізейік, балалар. Қазіргі мен сіздерге сурет көрсеттім. 3 биіміз, 300-дің биі. Таңдай қойыңыздар, топқа бөлейік. Қай суретті таңдайсыздар? Канки? Түрлі биді таңдаймын, бірінші сурет. Я, Канки, таңдай қойыңыздар. Мен үшінші сурет таңдаймын. Мгм. Мен екінші сурет таңдаймын. Екінші сурет. Жақсы. Ал енді қараңыздар. Бірінші сурет таңдаған оқушылар ұлы жүз тобы, екінші сурет таңдаған оқушылар орта жүз тобы, үшінші сурет таңдаған оқушылар кіші жүз тобына топталайық, иә? Яғни ұлы жүз тобына кім таңдады? Кәнекей бірінші суретті анықтап алайық оқушыларды. Мен таңдадым бірінші сурет. Я, Балназым таңдаған екен, Қосай таңдаған. Аха, өте жақсы. Енді орта жүз тобын кім таңдады кән бізде? Кәнекей? Мен таңдадым. Аружан таңдады, иә? Аха. Меруерт таңдады, өте жақсы, қолын көтеріп отыр. Ал кіші жүз тобын бізде Диана таңдады, Қаламқас таңдады және Жанна таңдады. Өте жақсы. Топқа топтастық енді, иә? Енді сіздердің тапсырмаларыңыз. Бірінші ұлы жүз тобының тапсырмасы. Ұлы жүз тобы, яғни сіздер тұжырымдамалық карта әдісі бойынша түркі дәуіріндегі Қазақстан аумағында этногене және этникалық үдерістер бойынша талдау жасайсыздар. Карта бойынша жұмыс жасайсыздар. Яғни ол тақырыпты ашатындай болу керек. Идея тастайсыздар, график салуға да болады сол жерге. Және мына дескриптор негізінде осы дескриптор аумағында жасайсыздар тапсырманы. Яғни біріншісі Қазақстан аумағындағы түркілер дәуіріндегі этникалық кезеңдерді атайсыздар. Екінші картадан тауып көрсетесіздер. Мінекей карта берілген сіздерге, карта бойынша жұмыс жасаймыз. Екінші орта жүз тобы сіздерге дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктерін микс жаттығу әдісі арқылы жасайсыздар, яғни Егізбаев бойынша. Сіздер идеяларды жинақтайсыздар, түйіндейсіздер, әр топ шығармашылық көзқарас білдіресіздер және рөлге енесіздер. Мүмкіншілік болса, рөлге еніп бір жағын айтып берсеңіздер болады. Яғни сіздердің дескрипторларыңыз қазақ хандығы дәуірінде қазақ қоғамындағы топтарды атайсыздар, жіктейсіздер, рөлге енесіздер. Кіші жүз тобы сіздерге тапсырма. ТДК әдісін пайдаланамыз, яғни қазақтардың ру тайпалық құрылымының оқу мақсатын ашасыздар. Оқушылар сіздер толықтырып, өзгертіп, дамытып немесе күрделендіріп саралайсыздар. Енді постер қорғауға мүмкіншілік жоқ, топтық жұмыс жасайсыздар. Жаңағы оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын арттыру мақсатында жасалған дүние екен. Сіздердің дескрипторларыңыз қазақ этносының жүздерін анықтайсыздар, атайсыздар. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз құрамдарын талдап, түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер. Түсінікті ғой тапсырмаларыңыз, иә? Мен сіздерге көрсетіп отырмын де дайындыққа рұқсат, себебі бұл бірінші сабақ біз өтілген тақырып бұның барлығы, яғни еске түсіріп, жинақтап, толықтырып, топтық жұмыс жасаймыз балалар. Ал кеттік, сәттілік. Дайын болсаңыздар, білдіртіңіздер дайындықтарыңызды. Ұлы жүз тобы WhatsApp желісі арқылы да жіберілді сіздерге. Орта жүз тобы сұрақтарыңыз. Яғни суретте де бейнеленген құрам бізде қазақ қоғамындағы топтар, иә? Суретте кішкене сізге жаңағы көмек ретінде болсын. Кіші жүз тобы. Кіші жүз қандай этникалық топтарға бөлінгені жазылған, осыған еске түсірсеңіздер болады. Ұлы жүз тобы. Өте жақсы ұлы жүз, иә, бірінші ұлы жүзге берілген болатын тапсырма. Кәнекей ұлы жүз бастаймыз онда, кеттік. Бірінші Қосай жалпы этногенез туралы түсіндіріп өтсе, сосын мен карта бойынша қай жерде таралғанын көрсетсем. Өте жақсы. Яғни Балназымды топпаш етіп сайлапсыздар ғой, иә, Балназымның сөз бастауына байланысты. Ал Қосай, кеттік, айта қойыңыз. Этногенез грекше халықтың шығу тегі деген балама, ол әртүрлі қауымдық топтар негізінде жаңа құрылымдағы туыстас тайпаның немесе халықтың қалыптасуы, ол үнемі даму үстінде болады. Бірде оған жаңа этнос топтар қосылып, онымен араласып кетсе, енді бірде одан кейбір топтар ерекшеленіп бөлініп жатады. Этногенездің екі түрі бар, ол бірінші жергілікті бірнеше көне тайпалық топтардың биологиялық жаппай бірігуі. Өте жақсы. Екінші және басқа елге қоныс аудару арқылы қалыптасады. Мысалы, қазақ этносы екінші жолмен пайда болды. Көптеген түркі тектес көшпелі тайпалардың бірігіп, біте қайнасып араласу нәтижесінде қазақ халқы қалыптасты. Жақсы, өте жақсы, тыңдаймыз. Я, ары қарай. Қазір мен енді карта қоссам.
Карта боюнча түсіндіресіз ғой, иә, тапсырма боюнча. Міне алдыларыңызға карта шыққан болар. Бұл қазақ этногенезінің түркі кезеңіндегі Қазақстан және көршілес аймақтардың орта ғасырлық этностық тарихы. Яғни бұл жерде 15-16 ғасырдағы карта бейнеленген. Ең алғашқы рет осы кезде пайда болған. Ең бірінші рет біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында түркілердің батысқа қарай қоныс аудару қатердің шешуші кезеңі болды. Яғни осы кезден бастап Бәріміз қараймыз, балалар. Міне, көріп отырғаныңыздай қаңлылар еліміздің оңтүстік бөлігінде орналасқан. Бұл осы рулық тайпаның бастапқы кезеңі, яғни осы кезден бастап пайда болған. Қазір мен тағы бір суретті қоссам. Өте жақсы. Көріп отырғаныңыздай, бұл 15 ғасырдан кейінгі карта. Яғни бұл жерде жасылмен және көкпен бейнеленген жер кіші жүздің таралуы, яғни батыс. Қазір көрсетейін. Мына бөлік. Міне. Мына бөлік, осы бөлікте еліміздің, яғни Батағы мен Каспий маңында кіші жүз таралған. Бұл жерлер, ал мына жақта оранжевыймен бейнеленген орта жүз деп көрсетіліп тұр. Бұл жер еліміздің орталық және шығыс жағы солтүстік бөлігі. Бұл жерде көбінесе орта жүздер рулы тараған. Ал мына бөлікмен бейнеленген бөлікте ұлы жүз. Яғни бұл жері оңтүстік Қазақстан облысы, өзіміз білетіндей Шымкент, Ташкент маңы, бұл жерде ұлы жүз тараған. Көбінесе жаңа алдыңғыда қаңлылар деп ше. Қаңлылар осы ұлы жүз тобынан шыққан. Яғни осы жерде ұлы жүздер мекен етеді. Өте жақсы, Балназ, өте жақсы. Кәнеки тағы да, ұлы жүз тобында тағы да, кәнеки түсіндірме жұмыстары жүргізеді. Қазақ халқының қалыптасуының этникалық тарихы өте күрделі болып келеді. Қазіргі Қазақстан жерінде әртүрлі тайпалар бұрынғы тас дәуірінен бастап мекендей бастаған және де осыған айғақ болатын осы ежелгі адамдардың тұрақтары да табылған. Оларға Қаратау, Орта және Шығыс Қазақстан, Қалжар таулары мен Бетпақдала, Балқаш көлдерінен кездестіруге болады. Және де палеолит, мезолит сақтар дәуірінде көптеген археологиялық орындар табылған. Осы ұзақ мерзімді этникалық процесстер біздің заманымыздан бұрын 100-ші жылдың бірінші жартысында пайда болып, біздің заманымыздың 5-6 ғасырларында аяқталды. Және де осы Қазақстанда пайда болған көптеген тайпалар осы түрік қағанатына кіріп, әртүрлі атпен таныла бастаған. Өте жақсы, Мерей, жақсы. Яғни ұлы жүз тобы жалпы мәлімет берді деген ойдамын. Ал орта жүз тобы, кәнеки сіздерге берілген тапсырма, сіздерде микс әдісі қолдандыңыздар, иә, кәнеки? Кеттік, Аружан. Біздің топтан алдымен Меруерт қысқаша не айтып кетсе мәлімет. Өте жақсы, Аружан екен топ басшы, өте жақсы. Меруерт. Дауысыңыз естілмей жатыр, Меруерт. Меруерт, дауысыңызды қосыңыз, микрофоныңызды, Меруерт. Қоса ғой. Меруерттің кішкене жарайды. Аружан, кәнеки Меруерттің несі дұрысталғанша Аружан сөйлей беріңіз. Бірінші топқа жіктелген топтар жайлы қысқаша айтып кетсем, олар хандар, сұлтандар, билер, тархандар, құрамалар, қожалар, және де құлдар, төлеңгіттер, еркін көшпелілер, және де олардың әрқайсысына тоқталып кететін болсақ, хандар деп Шыңғыс ханның ұрпағынан тараған, яғни 600 жыл бойы билік ете бастаған ұлы тұлғаларды айтамыз. Сонымен қатар әр жүздің, әр рудың өз ханы болған, және де хандыққа да халық айтуы бойынша сайланып, монархия арқылы атадан балаға қарай сайланған болатын. Ал сұлтандар жайлы кететін болсам,
Сұлтандар жайлы айтып кететін болсам, бүкіл ұрпақтың, яғни хандардың ұлдары, ел арасында төрелер деп атайтын тұлғаларды айтамыз. Олар ешқандай да билердің сотына емес, яғни тура ханның сотына жүгінетін, бағынатын адамдар болып келеді. Ал қожалар дегеніміз белгілі бір ақсүйектер, яғни ешқандай руға жатпайтын, өздерін Мұхаммед пайғамбардың туыстары ретінде санайтын тұлғаларды айтамыз. Жақсы, Аружан. Иә, құрамалар дегеніміз этносты және субэтносты топтардың арасында құралған жиындарын айтамыз. Өте жақсы. Кәнке, Меруерт шықтыңыз ба, Меруерт? Енді екінші сұрақ бойынша сіздер рөлге еніңіздерші. Кім бойынша сөйлеп не қыласыздар? Кім бар сіздердің топтарыңызда, Кәнке? Нұрсұлтан рөлге енсе. Нұрсұлтан, иә, біз алдында жырларды жаттаған болатынбыз. Нұрсұлтанның есінде қалып қалар, иә? Кәнке, Нұрсұлтан? Қазақ қоғамында жыраулардың рөлі өте маңызды болған. Сол Бұхар жыраудың бір айтып кетсем еді, осы Бұхар жыраудың айтып кетсем. Бұхар жыраудың жырынан үзінді айтасыз ғой? Тамаша, Кәнке. Тыңдаймыз. Айтқан сөзге тұрмаған жаман немене, сұрағанды бермеген сараң немене, кісі ақысын көп жеген арам немене, сыртыңдағы қулығың амал немене, сусағанда берген су шекер немене, ынжық елге біткен мал бекер немене. Бұл жырда сараңдық, жамандық, арамдық, амалдық туралы нақыл сөздер айтылып кеткен. Тәрбиелік мәні неде, Нұрсұлтан? Не айтқысы келіп отыр Бұхар жырау? Адамның сараңдығын, жамандығын, амалдардың бекерлігін айтып отыр. Бекерлігін, өте жақсы. Тағы да орта жүз тобы қосарларыңыз бар ма? Кәнке, батырлар туралы не айтасыздар? Иә, Нұрсұлтан? Орта жүздің Қаракерей Қабанбай деген батырын айта кетсем. Ол Қаракерей Қабанбай Шығыс Қазақстан облысында қазіргі Ұржарлық районында туылған. Ол 1692 жылы туылған. 1770 жылы сол жерде көмілген. Қазақтың атақты батыры Қаракерей батыры. Ол қазақтың жоңғарларға қарсы соғысқан соғысында қолбасшы болған. Қазіргі уақытта оның атына Талдықорғанда ескерткіш қойылған. Және де қаншама тарихшылардың айтуынша Қабанбай батырдай хан қолбасшы қазақ хандығында болмаған дейді. Иә, жарайды. Әр батырдың және де ол туралы эпос бар, жыр бар. Былайша айтып кеткен кезде Ер Қабанбай деген. Өте жақсы. Ол қаншама шайқастар. Иә, Нұрсұлтан жалпы жырларға қатты мән берген екен. Өте жақсы, Нұрсұлтан. Меруерт, даусың шықты ма, Меруерт? Шықпай жатыр, Меру. Жақсы, Меруерт, жақсы. Енді мынау интернетке байланысты келеңсіз жағдайлар орын алып отыр. Жарайды. Жақсы. Кіші жүз тобына келейікші, кіші жүз тобы. Кәнке, сіздерге берілген тапсырма? Бізде айтылатын қазақ этносының жүздері, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Бізде ұлы жүз туралы Қаламқас айтып беретін болады. Қаламқас, Кәнке. Ұлы жүз 2-ші ғасырдың 2-ші жартысындағы халықтардың ұлы қоныс аударуы аталып кеткен тарихи оқиғалардың нәтижесінде орталық Азия жаңа мемлекет бірлестіктері, соның ішінде Үйсін, Қаңлы және Янцай мемлекеттері қалыптасқан. Қазақ рулары қазақ халқының негізінен құраушы ру тайпалар, бір атадан өрген туыстас адамдардың жиынтығы деп айтуға болады. 19-шы ғасырдың аяғында ұлы жүздің адамдары 700-ден асса, 1989 жылдары 2 миллионға жеткен. Осы ұлы жүздің ішінде Дулат, Жалайыр, Суандар бұл ұлы жүздің ішінде саны жағынан ең көп рулар деп айтуға болады. Бұның ішінде Қаңлылар ұлы жүз құрамына кіретін түрік тайпасы болып есептеледі. Бұл рудың этногенезі және тарихи оқиғалары деректері өте көп. Қазіргі таңда Қаңлылар оңтүстік Қазақстан, Сырдария және Ташкент қалаларында көп қоныстанған.
Өте жақсы, Қаламқас. Ары қарай жалғастырамыз. Орта жүз қазақ халқының этникалық құрамына енген рулар мен тайпалардың саяси, экономикалық және мәдени бірлестігі. Орталық және солтүстік шығыс Қазақстанда мекендеген қазақ тайпаларының одағы болған. Шежіре бойынша орта жүз құрамы 6 рудан тұрады. Олар Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қыпшақ, Қоңырат. 6 руды анықтап өттіңіз ғой, иә? Бұл тайпалардың бұл тайпалар өз ішінде де, яғни руларға бөлінеді. Мысалға айтатын болсақ, Арғын руы өз ішінде 2 үлкен атадан тұрады. Олар Бес Мейрам және Жеті Момын. Келесі Кіші жүздің үшінші топ мүшесі. Мен айтамын апай. Айта қойыңыз. Қазақ халық қалыптаспай тұрып, Батыс Қазақстан жерінде маңғыт немесе ноғайлы одақтары өмір сүрген болатын. Сол одақтардан бөлініп шыққан Алшын одағы осы кіші жүзді құруды бастаған болатын. Және кіші жүзді алғашында кіші жүз Алшын деп атаған. Уақыт өте келе Алшын сөзі жанынан түсіп қалған, тек қана кіші жүз қалып кеткен. Яғни кіші жүздің бастамасын Алшын одағы бастаған болатын. Және кіші жүздің ең үлкен рулары олар Байұлы, Қаракезек және Жеті рулары болып саналады. Оның ішінде ең көп руы бар, ол Байұлы. Оның ішінде рулар санап айтсаң да, атап айтсаң да өте көп болып келеді. Адай, Алаша, Байбақты, Беріш Жаппас, Тана, Есентемір, Ыстық, Қызылқұрт және тағы да басқалары бар. Жақсы, Жанелі, өте жақсы меңгерген екесің. Кіші жүз территориясын айтып өтіңдерші, кәнекей. Бағана Балназым айтып өткен. Естеріңізде ғой, иә? Батыс Қазақстан облысы, апай. Я, Жанель, сіз не дейсіз? Батыс Қазақстан Каспийдің жағалаулары барлығы. Өте жақсы. Жақсы балалар, жалпы 3 топтың жауаптарын тыңдадық. Ал енді бағалап өтейікші. Балалар, бірінші ұлы жүз тобын қалай бағалаймыз? Кәнекей, қалған 2 топ. Қалай бағалаймыз? Ұлы жүз тобын. Өте жақсы. Я, айта қойыңыздар. Яғни, өте жақсы өтті, апай. Карта бойынша түсіндіңіздер ма? Карта бойынша. Карта бойынша түсіндіргені өте қызықты әрі креативті болды. Креативті дейді, өте жақсы. Қазір таңда мынау барлық мүмкіншіліктерді пайдаланған екен, ұлы жүз тобы. Өте жақсы, орташа қай бағаны қоямыз? Өте жақсы. Өте жақсы. Ал екінші орта жүз тобы, кәнекей, қалай бағалаймыз, балалар? Өте жақсы, орташа. Кәнекей? Балназым, не дейсіз? Жанель? Не айтасыздар? Рөлге енгені қалай болды, Нұрсұлтанның, кәнекей? Рөлге енген жақсы болды. Мен ойымша Нұрсұлтанның рөлге енген дұрыс болған жоқ. Себебі ол өзінің барынша. Неге дұрыс емес, Диана, қалай ойлайсыз? Неге дұрыс емес дедіңіз? Себебі ол қатты тырысып айтқан жоқ та. Камера алдында және де басқаша оқушылардың алдында рөлге ену негізі өте Аружан, тыңдайық, Диананы тыңдайық, Аружан. Диана, қиын болғанын түсініп тұр, бірақ та напай ол енді қай жерде болса да кішкене мәнерлеп, рөлге жақсырақ еніп айтуға болатын еді ғой. Жарайды, Диананың бұл өз ойы, біз құрметтеуге тиіспіз. Өте жақсы. Балназымсыз? Мен керісінше Нұрсұлтанды үлкен мақтағым келіп отыр. Оның айтқан сөздерін мен керісінше жазып алдым. Маған өте қатты ұнады. Тәрбиелік мәні жоғары. Мысалы, қазіргі кезде біздерге жастарға керек болатын нәрсені, мысалы, ой түрткі ретінде айтып өтті. Сол үшін мен орта жүзіне өте жақсы деген бағаны. Бұл да Балназымның өз ойы, құрметтейміз. Жанель, сіз не дейсіз? Маған Нұрсұлтанның айтып өткені өте жақсы болды. Үлкен аталарымыздың сөздерін ол жақсы қылып айтып кетті. Жақсы. Аружан қалай түсіндірді? Кәнекей? Аружан түсіндірді ғой, апай. Рахмет. Ал кіші жүз тобын бағалап өтейік. Өте жақсы, орташа. Кәнекей, кіші жүз тобын. Өте жақсы. Қазақ этносының жүздерін анықтады, бізге.
сонымен Иә. құрамын Иә. талдап берді, иә? Не дейсіздер? Мерей, Рысалбек Мерей, сіз не дейсіз? Кіші жүз тобын Мен, бағалап жіберіңізші. Жанелияның айтқанынан түсіндім. Ол жақсы түсіндірді менің ойымша. Өте жақсы. Тағы Иә, кім? көптеген руларды білдік. Аружан, айта қойыңыз. Көптеген руларды білдік, бірақ апай әлім ұмыт кеткені дұрыс болмады. Мен өйткені әліммін. Өте жақсы, әлім. Аружан, Жанел, әлім ұлына кіретін руларды атап өтіңізші, Аружанның ренішін басайық, кәнекей. Қойыңыз. Аружан, өзіңіз айта қойыңыз. Әлім, қара кесек, және де қара Байсары, Шөмен, солар жатады ғой апай, иә? Иә, Жанел, айта қойыңыз, кәнекей. Байсары, Шөмен, Қаракесек, қара сақал. Өте жақсы. Енді қалай бағалаймыз? Өте жақсы, жақсы, орташа. Өте жақсы. Өте жақсы, өте жақсы. Ал балалар, сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Кері байланыс жасап жіберейік, иә? Сіздерден рефлексия күтемін, яғни мынау суретке байланысты. Көрініп тұр ғой барлықтарыңызға? Сурет көрініп тұр ма? Иә. Көңілсіз, болмаса қызықты болды. Сұрақтарым бар. Сабақта берілген тапсырмаларды орындадым. Осы жөнінде рефлексия беріп өтейік. Кәнекей, кім сөйлейді? Қандай ұсыныстарыңыз бар жалпы? Түсіндіңіздер ме? Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Қай суретті көрсетеді? Болды, және де жаңа мағлұматтар білдік. Жақсы. Тағы да? Кәнекей, Балназым. Маған сабақ өте қызықты болды. Жеке өзіме сұрақтарым бар. Мысалға, маған руларды жеке-жеке зерттеп, мысалы, жілігіне бөліп, білу керек екен. Қандай жүзге қандай рулар жататынын, және жаңа мағлұматтар көп білдім. Жақсы, өте жақсы, иә. Тағы бізде кім бар қыздардан, кәнекей? Иә, рефлексия. Сабақта берілген тапсырмаларды барлығыңыз дерлік орындадыңыздар ма? Иә, апай орындады. Қосай, сізді естігім кеп тұр. Кері байланыс беріңізші маған. Сабақ өте зор болды. Күшті түсіндім бәрін. Түсіндіңіз ғой. Жарайды. Өте жақсы балалар. Енді мен сабақты қорытындылап кетсем, дайындықтарыңыз өте жақсы. Әсіресе Балназымның мынау демонстрация жасап көрсеткен өте жақсы болды. Әрқайсыңыз түсіне білдіңіздер деп ойлаймын. Осымен толық меңгерді деген түсініктеме беруге болады. Барлықтарыңызды бағалаймын. Рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.